Бәріңізге сәлем. Бүгін біз қазақша лайфхак теориясымыз ендеше кеттік. Егер де сіздің фломастеріңіз жұқпай тұрса, сізге осы лайфхак көмектеседі. Сізге ол үшін одеколон немесе духи бола береді. Сіз оған фломастерге шамалап себесіз, және де ол жақсы жұғатын болады. Мінекей, өздеріңіз көріп отырсыздар, жақсы жұғады. Келесі лайфхак, сіздің егер инелеріңізді салатын жоқ болса, сізге мынадай лайфхак көмектеседі. Ол үшін өшіргіш керек, және де өшіргішке инелерді ақырын қадаймыз. Сізге осы лайфхак көмектеседі деп ойлаймыз. Мінекей, өте ыңғайлы және қолыңызға да кірмейді. Сіз егер скотчтың басын таба алмай жатсаңыз, сізге мынадай лайфхак көмектеседі. Егер тауып қисаңыз және оны келесіде таба алмайтындай таба алатындай қылып қайырып қойсаңыз болады. Осы лайфхакпен сіз скотчтың басын тез және оңай таба аласыз. Мінекей, оңай табуға болады. Келесі лайфхак сіздің кроссовкаңызға арналады. Егер сіздің кроссовкаңыздан жағымсыз иіс шығатын болса, сізге мынадай лайфхак көмектеседі. Ол үшін одеколон немесе духи бола береді. Соны ішіне себеміз, және де одан түкте иіс шықпайтын болады. Келесі лайфхак, сіз егер кілтіңізді бір жаққа барарда ұмытып кете беретін болсаңыз, сіз кілтті кроссовкаңызға салып қойыңыз, және де кетіп бара жатқанда ұмытпайсыз. Осы лайфхак сізге көмектеседі деп ойлаймыз. Лайфхак ұнаса, каналға жазылып, лайк басамыз.